Стюардесса немесе стюард болу үшін не істеу керек? Бұл мамандықты университетте оқытпайды. Бұл мамандық үшін арнайы авиакомпаниялардың 3-6 айлық курстары бар. Осы маман иесі болғысы келетін адам өзі жұмыс істегісі келетін авиакомпанияға барып, арнайы курсынан өтеді. Ол үшін өзін таңдаған авиакомпанияның сайтына кіріп, өз резюменді жібересің. Егер резюмен сәйкес келсе, онда сені сұхбатқа шақырады. Мысалы, Air Astana авиакомпаниясында стюардесса немесе стюард болудың мынадай шарттары бар. Біріншісі, қазақ, орыс, ағылшын тілдерін еркін меңгерген болу керек. Ағылшын тілінің деңгейі pre-intermediate-тен төмен болмауы керек. Екіншісі, Қытай және түрік тілдерін білсеңіз, онда қосымша артықшылық болады. Үшіншісі, қызмет көрсету саласында тәжірибеңіз болуы керек. Төртіншісі, тартымды сыртқы келбет. Бесіншісі, ерлер үшін бой өлшемі кем дегенде 170 см, ал әйелдер үшін кем дегенде 165 см. Алтыншысы, жас жігіттер үшін әскери есепке алу құжатының болуы тиіс. Жетіншісі, өтінім берген кезде түйіндемеңізге толық боймен түскен фотосуретіңіздің қоса берілуі тиіс. Және сегізіншісі, Қазақстан Республикасының азаматы болуы тиіс.